Жаркент қаласының Ақтам деген ауылында осыдан бір ғасыр бұрын бір бай болған. Ол байдың көп баласы болған және бай балалары бақытты өмір сүрген. Байдың әйелі дүниеден балаларын босанғаннан кейін өмірден өткен. Бай әйелінен айырылады, балалары анасынан ерте айырылады. Бірақ олар мұңаймай еңсесін тік көтеріп бақытты болған. Бірақ бір күні ол ауылда қарақұрт пайда болады. Қарақұрт байдың балаларын шағып өлтіре бастайды. Бай барлық балаларынан айырылады, бірақ оның жалғыз ғана қызы қалады. Бай ол қызын аман қалдыру үшін қызметкерлеріне үй салдырады. Бай үйдің кірпіштерін Қытайдан арнайы алдырады. Неге ол ауылдың кірпіштерімен үй сала бермеді десеңіз, Қытайдың кірпіштеріне құрт жоламайды екен. Үйде кірпіштерді бір-бірден мұқият тексеріп абайлап салдырады. Олар 2 қабат үй салып бітеді. Содан кейін бай қызын сол үйдің ең басына апарып отырғызады. Қызына әбден бас-көз болып қасына күзетші қойып қояды. Бір күні олар жұмада 7 шелпек пісіреді. 7 шелпекті қызметшісіне қызыма апар деп тапсырады. Ал шелпектің ішінде қарақұрт болған еді. Қызметшісі оны байқамай қызға апарып тапсырады. Ал қызы шелпекті жей бергенде қарақұрт шығып шағып алады. Ал бай жападан жалғыз қалады. Міне, бұл оқиға өз аяғына жетті және менің де видеом аяқталды. Досым, егер саған осы видео ұнаған болса, онда міндетті түрде арнаға жазыл және де лайк бас, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Білежір арнасы.